Бүгінде жүрек пен қан тамырлары аурулары әлемдегі өлімнің ең жиі кездесетін себептерінің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше, бұл дерттер жалпы өлім-жітімнің шамамен 32%-ын құрайды. Қазақстанда жүрек қан тамыр аурулары кең таралған елдердің қатарында. Адамның өмірі тікелей қан тамырларының жағдайына байланысты. Тамырлар ағзамыздағы жолдар секілді, олар таза болса, дене де қалыпты жұмыс істейді. Кейде 70 тіпті 90 жастағы адамдардың да тамырлары тап-таза болып шығады. Мұндай адамдардың өмір салты да ерекше үнемі қозғалыста болып серуендейді, денесін шынықтырады. Сонымен қатар қан қысымын бақылап, темекі мен артық тәттіден бойын аулақ ұстайды. Себебі дәл осы екеуі тамырдың ең қауіпті жауы. Темекіде қантты тамыр қабырғасын әлсіретіп, уақыт өте келе атеросклерозға, инфаркт пен инсультқа әкеледі. Бірақ тек физикалық емес, рухани жағдайда